Так, ассалаумалейкум. Плотность жайлы айтып кетейін мен. Қараңыз, любой товарда ұзындығы болады, биіктігі болады, сосын ені болады. Қандай товар болса да осындай несі болады, көлемі болады, объемы. Мысалы, мынау 50 сантиметр. Ұзындығы 50 сантиметр, ені 20 сантиметр, биіктігі 20 сантиметр. Осындай товардың бұны метрге шығарамыз. Бұның тығыздығын білу үшін, мысалы, мына 1 килограмм болса да, мысалы, 1 килограмм болса, бұның тығыздығын білу үшін оны метрге айналдырамыз. Метрге айналдыру үшін мынау 50 сантиметрді 0, 50, 0,50 көбейту 0,20 көбейту 0,20. Мыналарды метрге айналдырдық. 0,50, 0,20, 0,20. Тең болады 0,02 куб деп. Осыны куб деп айтылады. Мынау осы кубы 0,2 куб мынау. Енді тығыздық деген бар, тығыздық. Әр товардың тығыздығы болады. Мысалы, мынау 1 килограмм болса, 1 килограммды бөлеміз, көлеміне бөлеміз. 0,2-ке бөлеміз. Сонда 50 шықты, мына 50 тығыздығы. Мына товардың тығыздығы 50. Өйткені мына 1 килограмм товар, көлемі үлкен, бірақ салмағы жеңіл болып тұр. Енді дәл осы товар 5 килограмм болса, оны бөлеміз 0,02-ке, оның тығыздығы 250 болып тұр. Көрдіңіз ба? Главный осы 250 100-ден төмен болмау керек. 100-ден төмен болса, уже кубқа есептеліп кетеді. Килограмм емес, куб болып кетеді уже. Мынау 101 болса да, килограмм болады. Уже 100-ден төмен болса, уже кубпен есептеледі. Любой товар алатын кезде, мысалы, мынау доп болсын, любой товардың мынандай несі болады. Упаковочный лист деймін алды. Осы садын біліп алыңыздар, заказ бермей тұрып. Мен де қораға кіріп кетемін, сіз де қораға кіріп кетесіздер. Мысалы, бір жастық заказ еттіңіз. Жастықтың салмағы асып кетсе 3 килограмм болады. Ол үлкен болады. 3 килограмм 5 жастық салсаң, уже полный 1 куб болып кетеді. Солай товарға қараңыздар.